Мына үш қағаздың қайсысын таңдайсыз? Ортасындағын. Ортасындағын таңдайсыз ба? Кән таңдаңызшы. Сізге қанша теңге? 10.000 теңге. Өзіңіз осы аула сыпырушысыз ба әпке? Иә, осы жерде. Айлық табысымыз 200.000. Жасыңыз нешеде? 56-тамын. Отбасыңыз бар ма? Отбасым бар. 80-ге келген анам бар. Квартирада тұрамыз. Әлі үй жайымызда жоқ. 120 мың оған төлеймін. Баяғыда ДТП болған неше жыл алдым. Со аяғымда темір бар, мына қолда темір бар. Басым сотрясение ағамын басымнан. Қалай дедіңіз? Мына қолымда, аяғымда темір бар дедіңіз ба? Мына қолда темір бар, аяқта оң аяқта. Өзіңіз әпке аула сыпырушысыз да бейт. Енді сіз тынбайсыз ғой азғыннан кеш Иә, үшін, сол ғой енді. Қиын болмай ма сізге жалпы жұмыс? Енді қиын болады, енді амал жоқ, тіркшілік қылу керек, өмір сүру керек әйтеуір. Бала шағаңыз жоқ па өзіңіздің? Өзімде бала шаға жоқ менде. Перзент болмағасын, сол күйеуім кеткен сол ғой. Өзім негізі мұғаліммін, мұғалім бітіргенмін. Бірақ мерге келіп мектепке кірмекші болған ем. Алмады ғой, ақша сұрады шын айтқанда. Негізі сонда сіз арнайы жоғары мамандықтан бітіргенсіз, орыс тілі мұғаліммін. Әзір енді міне кіре алмағасын осы жұмыс істеп жүрмін. Сонда анаңызды қазіргі таңда өзіңіздің қолыңызға болғансыз, иә? Өзіміздің қолымда батыр. Енді әзірге білесіңдер жастар, өздерімен өздері отырғысы келеді, ағам да, інім де, келіндер де. Әпке, міне сізге 10 мың теңге түсті да, бірақ біз сізге кішігірім көмегіңіз болсын деп, міне мұнда 50 мың теңге берейікші, жарай ма әпке? Рахмет, рахмет. Жалпы әпке, өзіңіз соңғы рет қашан киім алдыңыз өзіңізге? Есімде Әдемі жоқ. болып салонға барып. Жоқ, есімде жоқ ол. Қашан біраз болды бір. Егер де осы видео 2 миллион просмотр жинаса, біз сізге көйлек әперіп, күшті қылып киіндіріп, салонға апарып, анаңызды бірге қоса отырайықшы. Жарай ма? Бола ма? Сол үшін жыламаңыз әпке. Әрдайым денсаулығыңыз мықты болсын әпке. Ешқашанда мұңаймаңыз. Бұның бәрі уақытша нәрсе. Рахмет. Сол үшін құрметті достар, біздің отаушылықтың парақшасына тіркеліп алып, апамызға қолдау көрсетіп, бұйырса апамызды салоннан күшті қылып, киіндіріп, бояндырып, әдемі қылып шығарамыз, иә? Аман болыңыз,